Адамдар балалық шақты гүлдей етіп еске алады. Күлкі, ойыншық, тәтті істер. Ал мен үшін балалық түн ортасында сынып жатқан табақтың дауысы, анамның көк ала беті және шкаф ішіндегі қараңғылық. Мен ешқашан бала болған жоқпын. Әкем күнде кеш келетін, аузы арақ, үсті түтін. Жұрт алдында құрметті адам, үйде болса құбыжық. Бір күні ол анамды қабырғаға итеріп жіберді. Мен болса қарап тұрдым. Қолымда қуыршақ болған, бірақ көмектесе алмадым. Себебі кішкентай едім, әлсіз едім, үнсіз едім. Шкаф ішінде отырып, демімді ішіме тартып отыратынмын. Егер дем шығарсам, еститін сияқты. Егер жыласам, есікті ашып, тағы ұратын сияқты. Мен ойнаған жоқпын, күлген де жоқпын. Мен өмір сүрмедім, мен тығылып өмір сүрдім. Ал анам болса, әкеме ешбір сөз қайтара алмайтын. Және бірде-бір рет маған сен қорықпа демеді. Кейде өзімді айнадан көріп шошимын. Бетімде күлкі бар, бірақ ішімде сол кішкентай қыз әлі түнде дірілдеп отыр. Менің даусым шықпайды. Себебі бала күнде үндемеген адам ересек кезінде де үндемейді. Бірақ мен шаршадым. Мен үнсіздіктен шаршадым. Бұл балалықтың ең қараңғы сәттерінің бірі еді. Ауыр, терең, бірақ ең сорақысы емес, тек бастамасы болатын.